Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай маринадталған капустаның рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте қарапайым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа 1 литр су құямыз. Осы судың үстіне шекер, тұз және сұйық майымызды, қалған дәмдеуіштерімізді салып аламыз. Лавр жапырағы, қара бұрыш, өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Осылай 3 дана жеткілікті. Барлығын араластырып, отқа 5-10 минутқа қоямыз. Мына жерде мен барлық ингредиенттерімді алдын ала турап алдым. Капустаны осылай турап аламыз. Үстіне сәбізді теркадан өткізіп қосамыз осылай. Және оның үстіне болгар қоссаңыздар болады. Осылай болгар бұрышын қосамын мен. Және үстіне сарымсақты майда етіп тураймыз. Оны да үстіне қосып, барлығын араластырамыз. Және де кішкене ащылау болу үшін үстіне ащы қалампыр қоссаңыздар болады. Міне, осылай оны да майда етіп турап қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салат қыста дайындағанға өте жақсы. Кез келген тамаққа келеді. Кез келген қою тамақпен қосып жегенге ұсынсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа осылай салып алыңыздар. Мен банкаға саламын. Менің банкам 2 литрлік банка. Салып отырып, осылай нығыздап отырыңыздар. Нығыздап салуымыз қажет осылай. Өйткені біз су құйғаннан кейін барлығы көтеріліп кетеді. Барлығын осылай банкаға салып аламыз. Енді үстіне біз қайнап тұрған ыстық дайындаған сиропымызды құюымыз керек. Құйып алдық. Енді бетін жауып, холодильникке 1 суткаға қойып аламыз. 1 суткадан кейін алып, ұсына берсеңіздер болады. Міне, менде 1 сутка өтті. Қазір сіздерге көрсетейін. Бұл салат сондай бір қытырлақ болып шығады. Капустасы да, ішіндегі сәбізі де барлығы қытырлақ болып шығады. Ешқандай бір езіліп, мыжылып, сондай болып кетпейді. Дәмі сондай өте жақсы болып шығады. Қыста жегенге ең жақсы салаттардың бірі. Әрі витаминный салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк қойып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.